Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздермен бірге осындай созылмалы, өте дәмді болып шығатын пиццаны бірге дайындаймыз. Менің каналымда тағы да бір рецептісі бар пиццаның, бірақ одан ерекшелігі бұл қамыры айран арқылы дайындалады. Сондықтан өте жұмсақ, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде каналға тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге Меруерт. Пиццаның қамырын дайындаймыз. Қамырына айран жылы болуы тиіс. Содан соң үстіне тұзымызды, қантымызды қосып араластырамыз. Ашытқымызды қосып, тағы да араластырамыз. Сары майды ерітіп алыңыз, содан соң суытуыңыз қажет. Содан соң барып айранымызға қосып, тағы да араластырамыз. Бір жұмыртқамызды қосамыз. Шет-шетімен ұнымызды қоса отырып, қамыр жасаймыз. Ұныңызды артық қосып тастамаңыз. Мен дәл рецепт бойынша 500 грамм қостым. Сол кезде қамыр шықты менде. Әрине әркімде әртүрлі, бірақ артық қосып тастамағандарыңыз дұрыс. Мінекей менде қамыр пайда болды. Жұмсақ, қолға жабыспайды. Оны бөлек алып, ыдысымызды майлаймыз. Содан соң қамырымызды салып, қамырымыздың бетінде сәл май жағып, бетін салфанмен немесе матамен жауып, жылы жерге қойып қойсаңыз болады. Жылы жерге 1 сағат тұрады. Ал қамырымыз көтерілгенше көкөністеріміз дайындап аламыз. Кез келген көкөністер қоссаңыз болады. Мен ірімшік, қызанақ, бұрыштар және де шұжық, аскөк қосатын боламын. Қамырымыз көтерілді. Ең басты жылы жерге қойсаңыздар болғаны. 1 сағаттың ішінде бірдемде көтеріледі. Енді пиццамызды пісіретін табағымызды алып, сәл сұйық маймен жағып шығамыз. Сіздер кез келген дөңгелек формадағы табаққа да дайындасаңыздар болады. Енді қамырымызды алып, табамызды жайып шығамыз. Қамырымыздың бетіне майонезбен кез келген томатты араластырып, бетіне жағып шықсаңыздар болады. Бірінші кезекте қызанағымызды тізбектеп қойып шығамыз. Содан соң шұжығымызды, түрлі түсті бұрыштарымызды қойып шығамыз. Қалауларыңызша бетіне аскөк сеуіп шықсаңыздар болады. Ірімшіктерімізді пісуіне 5 минут қалған кезде бірақ бетіне севемін. Ол кезде созылмалы болып тұрады. Енді қызып тұрған пеште 200 градустан 40-35 минуттай пісіреміз. 5 минут қалған кезде осылай бетіне сеуіп, қайтадан 5 минутқа пешімізге жібереміз. Мінекей осылай созылмалы күйде біздің пиццамыз дайын болады. Өте жұмсақ, кесілгенде де өте күшті, дәмді болған ең бастысы. Сондықтан міндетті түрде дайындаңыздар, жақындарыңызды қуантып, жасап беріңіздер. Сіздермен болған Меруерт. Арнама тіркеліп, лайк басып, өз пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Кесіп көрсетемін, өте дәмді болған. Расында маған қатты ұнады. Міндетті түрде дайындаңыздар, сіздерде дәмін көрулеріңіз керек. Мен өзімді тоқтата алмай тіпті жей беремін бе деп ойлап тұрмын. Сондықтан міндетті түрде дайындаңыздар. Сіздермен болған Меруерт.
келесі видеомда кездескенше.